Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында салт дәстүрді жаңғыртуға аса мән берді. Осыған орай әдет-ғұрып және салт дәстүр орталығы мен Мақтаарал аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімімен бірлесе, егін шаруашылығы дәстүрлерінің бірі мизан береке бастауы фестивалін ұйымдастырды. Мәдени іс-шараның мақсаты халқымыздың өмір салтында бар, бірақ көп тойлана бермейтін, мал семіріп, егін орылып, шөп шабылып, елдің берекеге кенелетін кезінде атап өтілетін мизан ұлттық мерекесін халық арасында кеңінен насихаттау. Ұмтыла бастаған осы дәстүрдің көне дәстүрге сай нұсқасын телеарна өзге де бақ арқылы ел арасына тарату. Мизан майы мәдени іс-шарасы салт дәстүр орталығынан тапсырма берілген болатын жылдың басында. Пландарында болған. Сонымен мынау екі аудан бөлініп кетіп, Мақтаарал ауданы деп жазылған соң біздерге өтті. Мақтаарал ауданы болып, өзіміз міне бүгін өткізіп жатырмыз. Бұл мәдени іс-шараны біздер өте үлкен дайындықпен дайындалдық. Дайындық кезінде біздер мынау жан-жақтағы өзіміздің мәдениет үйінің меңгерушілері, қызметкерлері жиналып, сценарийді ортадан ақылдасып, өзіміз жазып, осындай бір сағаттық іс-шараны халыққа паш еттік деп ойлаймыз. Құдай қаласа бұдан да үлкен мәдени іс-шараларды өткіземіз. Құдай қаласа ауданымыздың 90 жылдығы келіп жатыр. Оған үлкен дайындық үстіндеміз. Мәртебеміз асып, биіктен көрінеміз деп алға ұмтыламыз, Құдай қаласа. Фестивальде Мақтаарал ауданы тұрғындарының көне дәстүрге сай қысқа дайындық барысы, атап айтқанда күзеу, қарынға май сақтау, ет сүрлеу, диқандар мен бағбандардың жинаған өнімдері көпшілік назарына ұсынылды. Осының барлығын қамти отырып, бір көрініске сыйдыра білген мәдениет үйінің қызметкерлері мизан мерекесінің мағынасын толықтай ашып берді. Ауыл көрінісінің тыныс тіршілігін көрерменнің көз алдына келтіріп, домбыра, баян аспаптары мен әннен шашу шашты. Қазіргі кезде ұмыт болған қарынға май сақтауды көпшілікке таныстырды. Қойдың немесе ешкінің қарнын жылы сумен жуып, айранға салып бүрін кетіреді. Дайын болған қарынды кептіріп, ішіне сары майды салып сақтайтын болған. Тіпті қойды сахнаға алып шығып, күзде қалай күзеу керек екенін көрсетті. Жалпы біздің әдет-ғұрып және салт дәстүр орталығында өткізіліп жатқан әрбір іс-шара экспериментальды түрде өтеді деп айта аламын. Себебі былтырғы жылы дәл осылай дәстүрім ауылында жобасы аясында дәл осылай өткізген іс-шараларымыз биылғы жылы облыс көлемінде тойланып, Алла қаласа республика көлемінде тойланады деген ұсыныстарға ие болып жатырмыз. Дәл бүгінгі өткізілген мизан береке бастауы былтырғы жылы Сайрам ауданында бастау алған болатын. Бүгінгі шара өз деңгейінде тойланды деп айта аламын. Себебі тәрбиелік мәні бар осы мизан кезінде жасалатын барлық дәстүрлерді сахнада осы елдің қариялары, осы елдің өнерпаздары жастарға жетесіне жететіндей етіп түсіндіре білді. Іс-шараға Мақтаарал ауданына қарасты елді мекен тұрғындары, мәдениет қайраткерлері, ауданның ардагерлер кеңесі, зиялы қауым өкілдері, ұстаздар және оқушылар қатысты. Мақтаарал ауданынан Құрманай Еркінбекқызы, Ғани Оралбайұлы, жаңалықтар қызметі.